Сәлем достар, сіздермен болған мен Рузайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый видео болады. Мен бүгін сіздерге өзімнің бір күндік өмірімді түсіретін боламын. Мен бүгін саяхаттайтын боламын. Сіздер менімен бірге болыңыздар. Ал мен бастаймын. Кеттік. Достар, ендеше мен тісімді жуып алатын боламын. Осылай тісімізді жуып аламыз. Және де тіс жуып болғаннан кейін мынаны қолданамыз. Осындай бетке арналған. Ендеше мен жуынып болайын, сосын бірге таңғы ас ішеміз. Достар, мен таңғы асты істедім. Енді оны тек қана тарелкаға салатып боламыз. Осындай бізде ең үлкен тарелка. Осы вафлиді салатын боламыз. Бізге біреу жеткілікті, және енді біз жұмыртқамызды саламыз. Мінекей, мен тарелка салдым, енді бірге жейтін боламыз. Ендеше достар, бізге ас болсын. Сіздер де таңғы ас ішіп жатқан болсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Завтрагым өте күшті болған. Сіздердікі де күшті болды деген ойдамын. Мен үнемі осындай завтрак ішемін. Және маған шайдан қарағанда кофе ұнайды. Ендеше мен таңғы асымды ішіп болдым. Достар, біз тамағымызды ішіп болғаннан кейін қарнымызды тойдыртып алдық. Халатымызды киіп, осындай екі шампунымызды алып, бұлар менің ең сүйікті шампундарым. Осы шампунмен қазір біз жуынатын боламыз. Су деген прям кайф қой. Басым деген қазір күшті оқады. Басым дегенде шашым дегенмін ғой. 2000 years later. И все, мен шашымды жуып болдым. Тек қана шашымды жуамын. Және шашымызға күтім жасаймыз. Осындай жағамыз. Және шашымызды тараймыз. Және фенімізбен кептіріп аламыз. Вот, мен кептіріп болдым. Енді фенімізді өшіріп қоя саламыз. Енді осындайды шашымызға жағамыз. Шашым деген жылтырлап прям күшті болып тұрады. Енді шашымызды бір тарап аламыз. И все, шашымыздың күтімі болды. Пижамамызды киіп аламыз. Ендеше кеттік. Достар, мынау менің осындай мысығым. Мен сіздерге влог түсіргенде бір челлендж түсірдім ба, сол кезде менің мысығымды көрген тұғынсыздар. Ол кезде өте кішкентай тұғын, қазір мысығым өте үлкен болып кеткен, және өте ақылды, еш жаққа қашып кетпейді. Өте ақылды мысығым. Және менің мысығым жабайы емес. Достар, біз қазір киімімізді ауыстырып аламыз. Мен осы киімді кигім келіп тұр, сол себепті мен осы киімді киемін. Және қазір көзіме очки киіп аламын. Менің көзім зрение емес, жай ғана ол эстетика очки. Сол себепті мен оны кигім келіп тұр. Менің көзім зрение деп ойлап қалмаңыздар. Мінекей достар, менің лукым осындай болды. Өте ыңғайлы киім, және көзіме осы эстетика очкимді киіп алды, және менің қолымда осындай сүйкімді мысығым. Мен дайынмын, енді менің шыға берсем болады. Мен боянғым келіп тұрған жоқ, күн деген өте ыстық, тек қана SPF-імді жағып алдым. Себебі қазір макияжымның бәрі ақ кетеді. Сол себепті де мен боянғым келмеді. Неше біз кеттік. Достар, осындай біз почтаға келдік. Осындай сыйлық беріпті бізге. Сол себепті біз сол сыйлығымызды алатын боламыз. Мінекей осындай көк түсті сыйлық екен. Вау, достар, өте әдемі картина шықты бізде. Вот, осындай өте күшті екен прям. Жақсы, сіздер кіре берсеңіздер болады. Рахмет. Достар, осындай жерге келдік біз. Яғни, бұл бізде суда түсетін жануарлар десек те болады. Осындай заттар бар екен, прям күшті заттар екен. Енді осындай нәрселер алып кетеміз деп ойлаймыз. Прям күшті, маған осылар ұнап тұр. Вау, және осындай бар екен. Прям топ екен, и және осындай бар екен. Күшті, маған жарасып тұр.
сол себепті қазір алып кетеміз немесе осындай. Ойбай, мысығым киіп алды ғой. Мынау енді маған ұнамай тұр. Және енді көре берейік. Так, бізде осындай балықтар жүр, акула жүр. Вау, тасбақа. Тасбақа суда да жүзетін болып кеткен ба не? Күшті ғой тасбақа, сүйкімді. Ойбай, шаян тура қасымызға келіп тұрып алыпты, шошып кеттім ғой. Ана жерде деген акула жүр. Мына жерде кішкентай балықтар жүр, бірақ мыналар басқаша екен. Күшті екен, мына жер қызық. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге менің влогым ұнады деген ойдамын. Мен сіздерге өзімнің, яғни өмірімді көрсеттім. Біз осындай жерге келіп, осындай өзенде жүретін, суда жүзетін жануарларды көрдік. Өте күшті болды, бізге өте қызықты болды, біз зерттеттік дегендей. Біздің мысығымыздың екеуміздің влогымыз ұнады деген ойдамын, бірақ менің влогымда мысығым көп жүрмеді. Сіздерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса, әрине де активімді барынша көтеріп, лайктарыңызды басып, подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Және де мен қандай сериал түсірейін, өте қызықты сериалды жазып кетіңіздер. Сіздерге сол сериалды түсіретін боламын. Ендеше, всем пока!